Краш болып тұр ма достар? Сәлем достар, домалақ бастар. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Құрметті менің физик шабан достарым, бүгінгі сабағыма қош келдіңдер. Бүгін динамиканың 3-ші сабағында шабатын боламыз бірге. Так, бүгін өтетін тақырыбымыз үйкеліс күші, серіппелі күш, гук заңы. Сабақты мұқият тыңдаңдар, әйтпесе мен сендерге ұрсам. Жақсы, тақырыпта бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп кет. Мен сендер үшін тегін сабақ түсіріп жатырмын. Соны бағалаңдар және лайк басып кет. Біз сіздерді күте тұрайық. Давай. Тіркеліп алдың ба? Тіркелдің ба? Лайк бастың ба? Жақсы, болды. Көп шай кетемін енді. Шайетінің бардай. Көп сөзбай бастайық. Бірінші айтылатын нәрсе бізде үйкеліс күші. Яғни үйкеліс деген сөзді бұрыннан естіп жүрген шығарсыңдар, иә? Яғни денелер үйкеліседі бір-бірімен. Бұл енді бұл әлемде үйкеліс күші болмайтын болса, денелер бір орында тұрмас еді. Бәрі бит тайғанақтап, зырғанақтап, бит билеп жүретін еді. Енді осы үйкеліс күшінің осы әлемде маңызы зор. Яғни үйкеліс деп аты айтып тұр, бір дене бір-бірімен үйкеліседі. Енді анықтамасына келейік, қозғалыстағы екі дененің арасында пайда болатын және қозғалысқа әрқашан қарсы болатын күш дейді. Яғни қарсы бағытталады. Мысалға, мына жерде 5 литрлік баклажка тұр екен. Баклажка. Қолыма алдым. Оны тартайын. Оңға қарай тартып жатыр міне. Және алақаныма байланысты оның үйкеліс күші пайда болып жатыр. Яғни оның қозғалысқа қарсы үйкеліс күші пайда болады. Мен неге қиналып отырмын, мына жерге баклажканы алып сурет салып қойыппын ғой. Мына суретке қараңдар достар. Мына бала мына жәшікті тартып жатыр, тартып жатыр. Ол қиналып жатыр. Неге қиналып жатыр? Себебі үйкеліс күші оған кедергі келтіріп жатыр. Үйкеліс күшінің балама сөзі де бар, ол кедергі күші деп те аталады. Яғни жәшікті тартпа деп кедергі келтіреді оған, балаға. Ал мұздың үстінде тарту оңайырақ та балаға. Неге? Себебі бізде мұзда үйкеліс күші өте төмен болады. Сондықтан жерге қарағанда мұзда тарту оңай болады. Көп көпірмей точный формуласына келейік. Үйкеліс күші бізде μn деп ашылады. Мына жерде n деп отқанымыз тіректің реакция күші ғой. Ол mg деп ашылады. Мына жерде μ деп отқанымыз тармағы ұзын м. Оны бізде есепте беріледі. Ол тұрақты сан белгілі бір. Мысалға жерде басқаша, мұзда басқаша, бетонда басқаша деген сияқты өзінің бір берілетін саны болады. Яғни үйкеліс коэффициенті деп аталады. Түсінікті ғой, Енді мына жердегі mg деп отқан жаңа масса, m деп отқанымыз масса, g деп отқанымыз еркін түсу үдеуі. Үйкеліс күші ол әдеттегіше күш болғандықтан ньютонмен белгіленеді, өлшем бірлігі ньютон. Мынау енді жаңа үйкеліс коэффициенті ғой. Түсінікті ме алғашқы нәрсе? Енді кеттік ары қарай. Үйкеліс түрлерімен танысайық. Үйкелістің бізде 3 түрі бар. Бірінші сырғанау үйкелісі. Суретті көріп тұрғандай, шағымен бала сырғанап жатыр, яғни жаңа бала тартып жатыр сырғанап. Яғни көбеу жастан бірдеңелер домалау емес, сырғанап келе жатса, бұл бізде сырғанау үйкелісі болады. Екіншісі бізде домалау үйкелісі. Жаңа көліктер мысал болады, болмаса бір бала допты бір тепті, сол кезде домалау үйкелісі пайда болады жермен. Болмаса велик айдап келе жатыр бір БК деген бала. Сол сияқты домалау үйкелісінің нәтижесінде осы великтеріміз, көліктеріміз жүреді екен. Үшіншісі бізде тыныштық үйкелісі. Мына жерде тыныш тұрған заттар көп қой. Осы заттардың тыныш тұруы осы тыныштық үйкелісіне мысал бола алады. Түсінікті ғой, алғашқы айтылған нәрселер. Түсінікті ма? Жақсы, түсінікті болса, онда есептер шығарайық. Бір қалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші дейді. Мына жерде оқушылар қысым ба әлде күш па деп ойланып қалуы мүмкін. Бұл жерде күш, қараңдар, өлшем бірлігі ньютон деп тұр, яғни қысым күші. Күш деп тұр ғой, айналайын. F тең 20 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі ньютон дейсің. Себебі өлшем бірлігі ньютон деп тұр, яғни қысым түсіретін күш бізде мына жерде. Үйкеліс коэффициентін беріп қойған, ол бізде μ 0,03-ге тең дейді. Тарту күшін сұрап жатыр. Формуламыз қалай? F тең μmg дейміз. F тең, μміз 0,03-ге тең. mg-міз бізде мына күшке тең, яғни қысым түсіретін күші. mg-дің ашылуы негізгі күштің ашылуы ғой, mg деп күш ашылады, сондықтан мына mg-дің орнына мына күшті смело қоя береміз. 20 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. F тең. 20 мен 0,03-ті көбейтсек, бізде 0,06 шығады. Оған 10-ның 6 дәрежесін көбейтсек, ондай D вариантында тұр.
яғни 0,6 көбейткен 10-ның 6 дәрежесін береді. Мына мега дейтін бізде 10-ның 6 дәрежесі. Түсінікті, иә? Түсінікті болса, кеттік. Келесі есеп. Так, авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,5 дейді. Жылдамдығы 20 метр бөлінген секунд болатын автобустың тежелу уақыты. Мына жерде вообще нефтему отырмады дейтін шығарсыңдар. Қараңдар, мына жерде Ньютонның 3-ші заңы бойынша ассақ, яғни F тең F деп. Мына жерде F-ті M-мен ашсам, мына жердегі F-ті үйкеліс күшімен ашсам, μmg деп. Енді қараңдар, мына екі масса қысқарып кетеді, сонда мынадай формула шықты. А тең μg деген. Так, мына жерден үдеуді таба аламыз. Сонда А тең μміз бізде 0,5-ге тең, g-міз 10-ға тең. Сонда 5 метр бөлінген секунд квадрат болады екен үдеуіміз. Енді бізге уақытты сұрап жатыр, иә? Так, өткен сабақты еске түсіреміз, яғни кинематикадан мынадай формула өттік. В тең В нолевой плюс қоямыз ба, минус қоямыз ба? Подсказка берейін ба десек. Бұл жерде тежеліп жатыр. Тежеліп жатқандықтан біз минус қоямыз. Минус АТ дейміз. Так, бізде бастапқы жылдамдық 20 деп отқанбыз, В нолевой. Яғни бастапқы жылдамдығы 20 болатын тежелу уақыты. Тежеліп жатыр. Демек, тоқтағанда ең соңғы жылдамдығы нешеге тең болады? Нешеге тең болады? 0-ге тең болады әрине. Сондықтан мұнау 0-ге тең болғандықтан 0 тең В нолевой минус АТ дейміз. Және мына жаққа төңкеріп жүрейік. Сонда В нолевой тең АТ болады ғой. Бұлай керісінше жазсаңыз болады ғой. В общем, осы. Так, В нолевой деп отқанымыз 20-ға тең, А деп отқанымыз 5-ге тең, Т-мыз белгісіз. Т-ны табатын болсақ, нешеге тең болады? Яғни 5-ті 4-ге бөлсек 20 болады ғой. Болмаса 20-ны 5-ге бөлсек 4 шығады. Түсінікті олар, иә? Бұл енді математикалық өрнектеулер ғой. Оған мыжып отырсам қазір 1 сағатым кетіп қалады. Кеттік. Енді деформация деген нәрсені түсіндіріп жүрейін сендерге. Деформация деген ол дене пішінінің немесе өлшемдерінің өзгеруі. Мысалға мына екі көк бірмен түйісіп қалады, ол деформацияға ұшырайды, иә? Яғни быт шығады алды. Мысалы, кез келген денені деформацияға ұшырауға болады. Мына ручканы сындырып тастасам, бұл деформацияға ұшырайды. Яғни майысып қалуы мүмкін. Болмаса бір баламен төбелесті, бетін быт шығарды, яғни бетін деформацияға ұшырап тастайды. Деген секілді ғой, көптеген мысал келтіруге болады. Енді бізде деформация екіге бөлінеді, екі түрі бар, пластикалық және серпімді деген. Бізде пластикалық деген, яғни орнына қайтып келеді. Қайтымды немесе қайтымсыз деген сияқты ғой. Орнына қайтып келеді. Қайтпайды, то есть пластикалық деп отқанымыз. Жаңа бутылканы қысып тастасақ, не істейді? Мыжырайып қалады, кері орнына қайтып келмейді. Және қағазды мыжырлап тастасақ, орнына қайтып келмейді деген сияқты. Ал серпімді ол орнына қайтып келетін, яғни қайтымды. Губканы мыжсаңдар, кері орнына қайтып келеді, болмаса серпе бар, серпе тартасың, жіберіп қаласың, орнына қайтып келеді деген секілді. Доп бар, допты мыжисың, жіберіп қалсаң қайтып келеді деген сияқты. Түсінікті ма? Так, түсінікті болса кеттік. Ары қарай бізде серпімділік күші. Ол бізде деформацияға ұшыраған денеде пайда болатын күш. Оның формуласы Kx. Мына формулада минус тұр. Көбіне минуспен берілмейді, кей жерде минуспен беріледі. Негізі минус деп отқанымыз, мына жерде просто қозғалысқа қарама-қарсы болғандықтан, қарама-қарсы әсер ететіндіктен, яғни қараңдар, мына жақта бір белгілі бір күшіміз төмен қарай әрекет етіп жатыр, бұл қозғалысқа қарама-қарсы әрекет етіп жатыр. Сондықтан минус Kx деп жазылады. Түсінікті ғой, иә? Так, кеттік. Енді серіппелердің өзара байланысуы, яғни серіппелер де тізбектей, болмаса параллель жалғанады. Ондай жағдайда жалпы қатаңдықтары өзгереді. Оны анықтау үшін мына формулаға саламыз. Яғни екі серіппен тізбектей жалғайтын болсақ, олардың қатаңдықтары 1 бөлінген К1 плюс 1 бөлінген К2, яғни неше серіппе бөледі, сонша серіппелер қосылады, яғни 1 бөлінген болып. Түсінікті ғой. Ал параллель болса, жалпы қатаңдықтары қосыла салады екен бір-біріне. Яғни екі серіппені тарту қиынырақ, иә, бір серіппе аралықтан. Сондықтан қатаңдықтары бір кетте тарту қиынға соғады. Ал тізбектейде наоборот керісінше оңай болады серіппе. Себебі ұзын серіппе тарта аламыз ғой, оңай. Так, түсінікті ғой, иә? Түсінікті болса, есеп шығарайық. F тең бізде 12 ньютон дейді. Күштің әсерінен 4 сантиметрге ұзарған серіппенің қатаңдығы дейді. Жаңағы формула ғой, F тең Kx дейміз. Мына жерде дельта X, мына жерде бірден дельта X-ті беріп қойған екен. 4 сантиметрге ұзарған дейді. Әсерінен 4 сантиметрге ұзарып тұр екен. Так, қатаңдық сұрап жатыр. K тең F бөлінген X болады.
F-міз 12 ньютон, мына жерде сантиметр деп тұр, яғни 4 көтерген 10-ның минус 2 дәрежесі 3 болады, минус 2-міз плюс 2 болады, сонда 3 көтерген 10-ның 2 дәрежесі ньютон бөлінген метр болады. Ондай жауап бізде. Ей, қайдасыңдар тәтелі десең. Дұрыс шығардың ба өзі? 3 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі ньютон дейді. Мынау қате онда. Әлде дұрыс па? Мынау қате онда. Так, 300 ньютон бөлінген метр болу керек қой. Түсінікті ма? Так, кеттік. Көтергіш кран дейді. Көтергіш кран тросы массасы дейді. Ой, алжып отырмын мен. Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені 3 кг, ойбай қайда килограмм метр бөлінген секунд квадрат үдеумен вертикаль жоғары көтергенде дейді. 10 сантиметрге созылады дейді. Тростың қатаңдығын сұрап жатыр бізге. Так, маған мынадай формула есіме түсіп тұр. F тең mg плюс a деген. Неге есіме түсірдім? Себебі қараңдар, үдеумен жоғары көтеріп жатыр. Ол өткен сабақта айттым, я, неге үдеумен жоғары көтергеніңізде бізде салмақ артып кетеді деген сияқты. Сол тема кетіп жатыр мына жерде. Демек, мына жерде қазір күшіміз артып кетеді екен. Так, кеттік. Енді мына жердегі F-ті былай ашсақ болады ғой. Kx деп. Kx тең mg плюс a деп. Мына жердегі нені тап деп жатыр? Қатаңдықты тап деп жатыр. Демек, K тең mg плюс a деймізде бөлеміз x-қа. Так, массамыз қанша? 600 дейді. Бар екен. G-міз 10-ға тең. Үдеуіміз 3-ке тең. Так, x-іміз бізде 10 сантиметр, ол бізде 0,1 метр ғой. Так, енді 13 болды ана жерде. Давайте бетик. Калькулятормен шығайыншы. Калькулятор майда. Ой. Сохранить. Калькулятор қайдасын? Жаңағы 600-ді көбейтеміз 13-ке, бөлеміз 0,1-ге. 78-ні шығады екен, Так, қайда? Мұндағы 78-ні. О! Дәл ғой. 78-ні шығады екен. Ол міне Т вариантында тұр. Мынадан 78.000 шықты ғой. Қанда кило дейтін бізде оның 3 дәрежесі, сондықтан 78 кило ньютон бөлінген метр деп жаздым. Кеттік. Қатаңдықтары бірдей К тізбектей жалғанған 3 серіппенің жалпы қатаңдығын тап деп жатыр. Жаңа не деп айттым, мен сендерге түсіндірдім ғой. Яғни 1 бөлінген К жалпыны табу үшін 3 серіппе берілген бе? 1 бөлінген К1 плюс 1 бөлінген К2 плюс 1 бөлінген К3 дейміз. Мына жерде қатаңдықтары барлығында бірдей болғандықтан К жалпыдан 1 тең. Қатаңдықтары барлығы бірдей болғандықтан ортақ бөлім, тұқтауға отырмын, ортақ бөлім бізде К-ға тең. Және 1, 1, 1, 3-еуін қосып 3 болады. Енді К жалпыны табу үшін мына жерде пропорция ғой. К жалпымыз төңкере салсақ қалай болады? К бөлінген 3 болады ғой. Яғни бастапқыдан 3 есе кемейді екен. Түсінікті. Есеп түсінікті болса, кеттік. Келесі бізде Гук заңы. Бұл енді бұны салыстырмалы ұзару кезінде пайдаланасыңдар. Салыстырмалы ұзарудың есептерінде ол бізде мына формуламен анықталады. Е тең дельта L бөлінген L нолевой, дельта L отқанымыз бастапқы стерженнің өзгеріс аралығы, яғни мына жер ғой. Басында мынадай болған, мынадай какой-то бір аралыққа ұзарған. Сол мәнді бастапқы мәндіге бөлесіңдер. Сонда бізде салыстырмалы ұзару пайда болады. Табаламыз, то есть. Және Fs-тің еге қатынасы, яғни Юнг модуліне қатынасы бізде осы салыстырмалы ұзарудың мәнін береді екен. Я болмаса Fs деп отқанымыз қысымды береді ғой, яғни механикалық кернеу деп те аталады. Сигманы береді. Міне, Fs бергендіктен сигма бөлінген Е деп бірден жазуға болады екен. Түсінікті ғой, Ендеше кеттік. Есеп шығарайық осыған байланысты. Тартылу күшінің әсерінен стерженнің ұзындығы дейді. Стерженнің ұзындығы бізде 40-тан 1-ге өзгерген. Яғни басында 40 болған. L тең, L нолевой тең 40 болған. Ол өзгерген L1 дейік 40-та 1-ге
стерженьнің салыстырмалы ұзару бізде жаңа белгілі бір емен белгіленеді. Оны табу үшін бастапқы ұзындықты ойбай наоборот екен ғой. Жаңағы өзгерген аралықта дельта L-ді бөлеміз бастапқы ұзындыққа. Мына жерде дельта L деп отқанымыз екеуін азайтсақ шығады, яғни ұзарған аралығы 0,1 болады. Яғни 40-та 1-ден 40-та азайттым, сонда 0,1 болады. Ал L нолевойымыз 40-қа тең. Енді бөлсек қанша шығады мына жерден? 1-ді 400-ге бөл, в общем. Битик 1 бөлінген 400 дейік те. С варианты ғой. Өй, қайда сонда төтелеп десең. С варианты болады екен. 0,25. Неге шайдыртып 1-ді 400-ге бөліп деп ойлап қалмаңдар. Себебі мына 0-ді мынақты екеуінде екі жағында 10-ға көйтіп жатырмын. Түсінікті ғой? Сонда мынадан құтылып қаламыз ғой. 1-ді 400-ге бөлгенге тең болады. Мына өрнегіміз. Так, кеттік соңғы есеп. Ұзындығы 600 метр және көлденең қимасының ауданы 400 мм квадрат мыс сымға дейді 2800 ньютон жүк салғанда абсолют ұзару дейді. Абсолют ұзару деген бізде дельта L. Яғни қаншалықты ұзарды. Жаңа айтуға ұмытып кеттім ғой. Мына дельта L деп отқанымыз, мына жердегі дельта L деп отқанымыз абсолют ұзару деп аталады. Ал салыстырмалы ұзару деп отқанымыз мына жердің сол абсолют ұзарудың бастапқы ұзындыққа қатынасы. Так, енді дельта L-ымыз белгісіз. Мына жерде жаңа формуланы еске түсіреміз. E тең дельта L бөлінген L нолевой тең F бөлінген E S қой. Енді бізде ұзындығы белгіленген екен, бастапқы ұзындығы. Сонда мына дельта L-ымыз белгісіз болып тұр. Бөлінген 600, себебі бастапқы ұзындығымыз 600 метрге тең екен. Ал F тұтқамыз 2800. Ал Еміз бізде 120 гига тұтқамыз оның 9 дәрежесі. S деп отқанымыз көлденең қимасының ауданы 400 милли дейтін оның минус 3 дәрежесі, және квадраты тұр, минус 6 дәреже болып кетеді. Минус 6 дәреже. Енді мына жерде дельта L табу керек, пропорция кетеді. Дельта L-ді табатын болсақ, мұна екеуін көбейтеміз. Яғни 2800 бен 600-ді көбейтеміз и бөлеміз мына астындағы бөлімде тұрған сандарға. Оның 9 дәрежесі көбейтілген 400 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. Так, мына жерде тасылады қысқартып тастайық бірден. Так, минус 6 дәреже, мына жерде минус 3 қалады. 1, 2, 3 дәрежесін қысқартайық. Сонда мынадай қалды. Дельта L тең. Дельтаның түрі ғой енді. Так, 280 қалды, көбейтілген 6 қалды. Бөлеміз 120 көбейтілген 400-ге. Так, мынаумен мынау 20 болады. Мынаумен мынаны бөлейік. Так, мынау 14 қалады. 14-ті 400-ге бөлейік енді. 0,35 метр шықты. Так, ондай жауап бізде милли дейтін, келеді екен. В вариантына келеді. В вариантына тұр. Яғни, ол бізде 35 миллиметр келеді. Миллиметр. Милли деп отқанымыз оның минус 3 дәрежесі. Сондықтан В варианты дұрыс болады. Так, сонымен бүгінгі айтылған нәрсеміз аяқталды. Бүгінгі сабақ қызықты болса, комментарийға пікіріңді жазып кет. Сабақ қызықты болды ма? Бұл маған мотивация береді. Тағы да бесплатный сабақтар түсіруге, алда көптеген сабақтардың жалғасын табуға. Комментарий жазып кет, достармен бөліс және лайк басып кет.